сабақ ойлау керек, жүректен орын алған қыз әзірше жоқ. Сәлем әлем, сендермен әдеттегідей ақпарат фракциясы. Бүгінгі біздің сұхбатымыз Жас патриот байқауының жеңімпаздары Қадырқожа Айбек және де Инахан Әли. Сіздерге ең алғашқы сұрағымыз, қандай мамандыққа қызығасыздар, болашақ мамандықтарыңыз қандай? Мен енді өзім театр және кино актеріне қызығамын, және де сол мамандыққа мақсат қойып отырмын. Ал мен мұғалім болып, немесе ұшқышқа барамын деп ойлап отырмын. Өздеріңізді алдағы 10 жылда қандай адам деп елестетесіздер? Мен енді өзімді ол кезде оқуымды бітіремін. Мен мамандық бойынша жұмыс істеймін, немесе жеке шаруа қожалығымын. Қойшы сен айтшы. Өздеріңізді алдағы 10 жылда қандай адам деп елестетесіздер? Мен алдағы 10 жылда өзімді бір жақсы дамыған, бір отбасының төрағасы ретінде көремін. Мен енді өзімді алдағы 10 жылда бір баланың әкесі және де кино немесе театр актері болып елестетемін. Сіздердің костюмдарыңызда тағылған төсбелгіні көрдік. Бұл төсбелгіні қандай еңбекпен, қандай күшпен алдыңыздар? Мен бұл төсбелгіні алу үшін бірінші өзімді жақсы көрсететін планетте. Оны көрсету үшін мен артист болдым. Және түрлі қызық болған салаға өзім қатыстым. Соның қасында мен өзімді көрсетейін, сосын барып маған қарайды. Мен дәрігер саламын болған кішкене қалай связь болып десем жауап. Таныстар болды, сол арқылы болып кеттім. Мен болсам, мен қатты активный болған жоқпын, бірақ неше түрлі жарыстарға, мәнерлеп оқу ақындық жарыстарға қатыстым. Соны көрген Жас патриоттар академиясының мүшелері мені көрді да и өз академияларына алды. А что, так можно было, что ли? Сіздерге мектепте ұнайтын пән мұғалімі және де үлгі тұтатын үздік оқушы? Менің сүйікті пәнім физика және де әдебиет, ал өзім сахвадиден ұталамын. Мен сүйікті пәнім қазақ әдебиеті және де мен Мұсафаева Жансая Сидекқызынан үлгі аламын, және де мен үлгі тұтатын оқушы ол менің досым, мектеп президенті және де мектеп активный Ерғали Абдуалимнен үлгі аламын. Мектептегі көпшілік қыздарды толғандыратын сұрақтың бірі, бастарыңыз бос па? Майсыз ба? Ой, ну неге ты сразу так айтасың, неге? Реальный бос. Немесе жүректеріңізден орын алған қыздар бар ма? Жүрегімде ешкім орын алмайды. Мәке, сіз қатты кетіп барасыз, Мәке, что там? Остановись, бэби. Айти, ят емес, Ағаша, ят ба? қоямыз. Ән көрдің ба, ят емес, Мен де басым бос, бірақ бұрын жүректен орын алған қыз бар. Оның аты Кенжехан қызы Раушан деп ойлаймын. Oh my God! Wow! Егер мектепте бір ережені өзгерте алатын болсаңыздар, қандай ережені өзгертуші едіңіздер? Школьный формада сауады болған. Браво! Мен болсам, 9-шы сыныптың қорытынды аттестатының орнына БЖВ-ТЖВ бағаларын жасап ойлаймын. Соны өзгертетін едім. Замечательно, поразительно, гениально. Келесі сұрағымыз, ұбт алу маңызды болмаса, қандай мамандық иесі немесе қандай іспен айналысушы едіңіздер? Мал аулайтын. Вот она, рыба моей мечты, вот она. Мен болсам, не, жас кезінде деп қойған. Мен ойымша мен кішкентай кезімдегі арман депутат болар едім, болмаса источник боламын. Ол да болмай жатса, театр және кино актер болатын едім. Бәріне ешқандай не жоқ. Шыны керек қой, ешқандай не жоқ. Тамаша, бұл сұхбатты кімге жолдайсыздар? Енді біз қазір Қарашоқы ауылының жас спортшыларына аудандық, облыстық, республикалық деңгейге шығып жүрген Мұсахан Зереге жолдайтын едім. Ал мен сертификат
Тамаша. Бүгінгі сұхбатымыз жоғары деңгейде өтті. Қатысқандарыңызға рахмет.